Сәлематсыздар ма 3-ші сынып оқушылары? Әдебиеттік оқу пәні. Сабақтың тақырыбы Нұрсұлтан Әлімқұловтың «Жаңбыр жауды» және Адырбек Сопыбековтың «Нөсер өлеңдері». Сабақтың оқу мақсаттары: эпизодтарды салыстыру, сюжеттің дамуындағы өзгерістерді анықтау, өз ойы мен сезімін көркем бейнелі сөздерді қолдана отырып жеткізу. Жалпы балалар, жаңбыр дегеніміз не? Жаңбыр бұл бұлттан бөлініп, жерге түсетін атмосфералық су тамшылары. Метеорология ғылымының түсіндіруі бойынша, ауаның температурасы жылы кезде бұлттағы ұсақ су тамшылары үнемі қозғалыста болады. Олар бір-бірімен қосылады да, көлемі біртіндеп үлкейе түседі. Осылай пайда болған су тамшылары ауырлай түсіп, ауадан өзін ұстап тұра алмай, жерге жауын болып түседі. Ал нөсер бұл қатты жауатын өткінші жаңбыр. Күшті, бірақ қысқа мерзімдік. Басталғанда төгіп жауып, күрт тыйыла қалуы әбден мүмкін. Өте қысқа уақытқа созылуы, жеке бұлттан немесе салқын шептегі жіңішке өңірді ғана қамтитын бұлттан жаууымен байланысты. Жалпы, жаңбыр туралы не білесіңдер? Жаңбырдың қандай түрлері бар? Оның қандай пайдасы бар? Қандай зияны бар? Бұл туралы толығырақ білгілеріңіз келсе, төменде берілген бейне роликті мұқият тыңдауды ұсынамын. Жаушы жаңбыр, жауа түс, жаушы жаңбыр, естімеген адамзат ән шығар бол, періштелер қондырған қанатымен, о құдірет, тамып тұр, тамшыдан нұр деп, айналана жұпар еске бөлетіні жаңбыр сырын жырлаған қалқаманы. Табиғаттың ерекше құбылысы жаңбыр мен найзағай туралы сіз не білесіз? Қызықты мәліметтер сіздердің назарларыңызға. Бәріміз үшін көктемгі жаңбырдың әсері ерекше. Қолымызға қолшатырымызды алып, романтикалық күйге бөлеп, көңіл күйімізді жайлана түседі. Ал сіз осы жаңбырдың қалай пайда болатынын білесіз бе? Жаңбыр тропосфера қабатында алдымен мұз қалпында болады. Кейін жер бетіне жақындаған сайын еріп ұсақ тамшыларға айналады. Бір қызығы, жаңбырдың да бірнеше түрі бар. Ендеше атап өтсек, ақ жаңбыр бір қалыпта толас, ұзақ жауады. Боз жаңбыр, жаңбырдың баяу жауатын түрі. Қара жаңбыр, тек күзде ғана жауатын қалың жаңбыр. Ал бұршақ жаңбыр күннің суығынан су тамшыларының кішігірім бұршаққа айналып жауы. Қарлы жаңбыр, ерте көктемдегі қар аралас жауын. Будақ жаңбыр, жаңбырдың төгіп жауы. Өткінші жаңбыр, аспан бұлттанып, тез жауып өтетін жаңбыр. Соқыр жауын, күн көзі шығып тұрғанда жауатын ұсақ тамшылар. Сылбыр жаңбыр, желсіз күні жауатын жаңбыр. Ал будақ жаңбырлы күндері аспанда найзағай жиі жарқылдайды. Ол бұлт пен жер арасында болатын, ұзындығы бірнеше шақырымға жететін электрлік ұшқынды разряд. Найзағай табиғи құбылыс. Оның жарқылы үлкен разрядты токпен тең. Температурасы 300 000 градусқа дейін жетеді. Бұл дегеніміз күн аймағындағы температурадан 6 есе жоғары. Найзағай адамға түссе, оның соңы өлімге алып келуі мүмкін. Жыл сайын әлемде найзағайдың кесірінен 3000 адам қайтыс болады екен. Естеріңізде болсын. Жасын биыл ғимараттарға және жылтыр заттарға түседі. Ең дұрысы, жаңбырлы күндері күн күркіресе, сыртқа шықпағаныңыз дұрыс. Жақсы балалар, енді оқулықты ашып, 92-93 беттердегі өлеңдерді мәнерлеп оқимыз. Және өлеңнен көркем сөздерді табу. Келесі тапсырма. Екі өлеңді салыстырып, берілген кестені толтыру. Мысалы, жаңбырдың алдында аспанда қандай өзгеріс болды? Жаңбыр кезінде не болды? Жаңбырдан соң қандай өзгеріс болды? Не пайда болды? Үшінші тапсырма. Өлең жолдарын қара сөзге айналдырып жазу. Мысалы, жаңбырға қатысты, бұлтқа қатысты, тамшыға қатысты, шыққа қатысты өлең жолдарын қара сөзге айналдырып жазу. Енді балалар, келесі тапсырма, жаңбыр жауды тақырыбына шағын мәтін құрастырып жазу.
Енді балалар үйден осы берілген тапсырмаларды орындап, өлеңдерді мәнерлеп оқып келу. Сабақ аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.